Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен 4-ші сынып қазақ тілі 69-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы бізде зат есім. Осы бүгінгі сабақта біз оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнның өзара сәйкестігін, мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз және мәтіндегі негізгі және туынды зат есімді табамыз. Бізге 22-ші жаттығуда мәтін берілген. Мәтінді оқиық алдымен. Ұзақ. Бірде орман ағаштарын ауруға шалдыртып, жебір құртпен күрес жүргізген арнайы бригада шақырылады. Мұнда келген бригаданың адамдары орманда қаптап ұшып қонып жүрген ұзақтан басқа бірде-бір жұлдыз құртты көре алмай қайран қалады. Сөйтсе, ұзақ келіп жұлдыз құртты тазартып қойған екен. Ұзақ мешкей құс. Ол тояттау үшін толып жатқан зиянды жәндіктер қажет. Ал балапандары пайда болған кезде бұрынғыдан да көп жұмыс істеуіне тура келеді. Ұзақ әдетте топтасып ағаш басына ұя салады. Зиянкес жәндіктерді жойып табиғатқа қыруар пайда келтіреді. Рас. Ұзақтардың кейде жаңа көктеп келе жатқан бидай, жүгері, күнбағыс өскіндерін жұлып жейтіні бар. Мұндайда оларды өлтірмей, егістікке күзетші қойып қуалап жіберу қажет. Себебі ұзақтың зиянының пайдасы көп дейді. Енді балалар, мәтін бойынша тапсырмалар берілген, біз соларды орындай қалдымен, мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Сұрақ ұйымдастырып көрейік балалар. Мысалы, ұзақ қандай құс? Ұзақ мешкей құс. Ұзақтың негізгі азығы не? Ұзақ толып тұрған зиянды жәндіктермен және жұлдыз құртпен тамақтанады. Ұзақ ұясын қайда салады? Ұзақтар әдетте топтасып ағаш басына ұя салады. Ұзақтың пайдасы неде? Ол зиянкестерді жойып табиғатқа қыруар пайда әкеледі дейді. Екінші сұрақ, мәтін не туралы? Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келе ме? Ойыңды дәлелдеп айт дейді. Мәтін ұзақ құс туралы баяндалған. Мәтіннің аты мен мазмұны бір-біріне сай келеді. Ұзақ құс деп те өзгертуге болады. Енді мәтіндегі негізгі ой ол екінші абзаста көрсетілген. Себебі нақты деректер сол бөлікте қарастырылған. Келесі соңғы сұрақ, мәтіндегі зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт дейді. Мәтін бойынша негізгі зат есімдер: орман, ағаш, ұзақ, құс, балапан, жәндік, табиғат, құрт, бидай, күнбағыс, жүгері. Ал туынды зат есім күзетші және зиянкес. Келесі бізде 23-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Алдымен жаңылтпашты оқиық. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші дейді. Енді осы жаңылтпаш бойынша туынды зат есімдерді тауып, сөз құрамына талда дейді. Бұл жерде туынды зат есім өрнекші, түбірі өрнек. Не өрнек, яғни не деген сұраққа жауап береді. Ал шы деген жұрнақты жалғаннан кейін ол кім деген сұраққа жауап береді. Кім? Өрнекші. Бұл шы деген зат есімнен зат есім тудыратын жұрнақ болады. Келесі бізде 24-ші жаттығу. 15-ші беттегі негізгі зат есімдерге ш, ш жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жаса дейді. Бізге мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, би, жылқы, күй, сиқыр деген зат есімдер берілген. Енді осы жұрнақтарды жалғау арқылы біз олардан туынды зат есімдер жасаймыз. Алдымен негізгі зат есімдерді, онан соң туынды зат есімдерді топтап жаз дейді. Екі топқа бөлеміз. Берілген зат есімдердің өзі негізгі болады. Яғни ол не деген сұраққа жауап береді. Ал енді ш жұрнақтан жалғау арқылы кім деген сұраққа жауап беретін туынды зат есімдер туындайды. Кім? Мүсін ш, дойбы ш, сауын ш, егін ш, мал ш, би ш, жылқы ш, күй ш, сиқыр ш. Келесі 25-ші жаттығу. Қоян туралы білетін мәліметіңмен кестені толтыр. Осы тірек сөздермен мәтін құрастыр. Қандай мәтін шықты дейді. Аң атауы берілген қоян. Енді оны біз сипаттайық. Қоянның екі түрі болады. Үй қояны және жабайы қоян. Оның түсі ақ, қара, ала немесе сұр түсі де болады. Қасиеті жүйрік, шапшаң, сақ, ал пайдасы еті, жүні және терісі. Енді біз оған осы қоянға арнап мәтін құрастырайық. Қоян бұл сүйкімді жануарлардың бірі. Қазақстанда олардың ақ қоян, құм қоян, ор қоян деген сияқты түрлері бар. Қояндар өте жылдам әрі шапшаң болып келеді. Сондай-ақ олар ін қазуға бейім, жақсы жүзеді және ағашқа тез өрмелей алады. Қоянның етін тағам ретінде пайдаланады. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Видеом ұнаса лайк басыңыздар. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.